Қадірлі көрермен, Таңнұры Сазды ақпаратты бағдарламасының қонақ кәде айдарына келіп жайғасқан қонағымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Мәулен Марат Айдарханұлы, зергер және де қазақ күміс бұйымдарының негізін салушы. Қош келдіңіз аға бағдарламамызға. Көңіл-күйіңіз қалай? Таңғы көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Қалай жеттіңіз? Жақсы жеттік. Бүгін отбасы күні деп жатырмыз, отбасылық мереке деп жатырмыз. Жалпы сіздерде мерекені, отбасылық мерекені тойлау дәстүрі сақталған ба? Сақталған, бірақ енді бұл соңғы кездерде қалыптасып келе жатқан мерекелік шара ғой. Алдыңғы кезде бұндай нәрселер көңіл бөлмеуші едік. Қазір жас ұлғайған сайын сондайларға көңіл бөле бастайтын кез. Түсінікті. Енді қадірлі көрермендердің есіне сала кетейік. Біз 53-94-72 байланыс телефоны тікелей эфирде жұмыс істеп тұрмыз. Таңнұры Сазды ақпаратты бағдарламасына қоңырау шалып, өз ойыңызбен бөліссеңіз болады. Қайырлы күн. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Мен бүгін күн сауалына жауап берейін деген едім. Тыңдап тұрмыз. 2015 жылы республикалық деңгейде өткен мерейлі отбасының отбасы байқауының жеңімпазы Қосалиевтер отбасы. Қосалиевтер отбасы. Есіміңіз кім? Аты жөніңіз? Айсұлу. Қай өңірден хабарласып тұрмыз, Айсұлу? Ау? Қай өңірден хабарласып тұрмыз? Ордабасыдан. Ордабасы ауданының тұрғынысыз, е? Керемет, Айсұлу, біздің бағдарламамызды соңына дейін тамашалаңыз. Біз тек бағдарламаның соңында ғана дұрыс жауап берген көрерменнің есімін айтатын боламыз. Біздің арнамен бірге болыңыз. Енді Марат Айдарханұлы, жалпы өзіңіз кішкене сіздің өмір күнделігіңізге көз жүгіртетін болсақ, алғашқы болашақтық түлектердің бірісіз, е? Әрине, зор үмітпен шығарып салған болашақтық түлектері Қазақстанға келгеннен кейін сол үмітті ақтайды деген сеніммен қарады. Енді сіздің еңбек жолыңызға, қызмет жолыңызға қарайтын болсақ, аталған үміттердің ақталып жатқандығын байқауға болады. Бұдан өзге жалпы бизнес бастамаларыңыз, ойыңызда жүрген жобалар бар ма? Дұрыс айтасыз, бұл ең бірінші Қазақстанымыз егемендігін алғаннан кейін 91 жылы, 92 жылдан бастап шетелге студенттер жібере бастады. Біз ең алғашқы оқуға барған студенттердің біріміз 92 жылдан биыл 2017-ге дейін санайтын болсақ, тура 25 жыл болыпты. 25 жылдығымыз бұл. Енді бұл салада көп жұмыстар жасалды деп айта алмаймын. Жасайтын жұмыстарымыз әлі алда. Қазіргі жағдайда ең бірінші 91-92 жылдарды салыстырған кезде қазіргі жағдайда көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. Өкіметте жасап жатыр. Бұдан кейін кәсіпкерлерді көзі ашылып қалды. Барлығы жағдайлары жақсы, сауатты. Мынау финансовый сауаттылық қазір күннен күнге артып келе жатыр. Бизнестің жасауы да күннен күнге артып келе жатыр. Бұл салаларда көптеген қызметтер жасалынып жатыр. Қазір енді бұл салада келгеннен бұрын мен өзім бірнеше үлкен жобаларда, компанияларда жұмыс істеп, мынау топ менеджмент деді ғой, басқару саласында жұмыс істедім 15 жылдан астам. Сол салада өзімнің жұмыс қолтаңбаңызды қалдырдыңыз, өзіңізде тәжірибе жинақтадыңыз ғой. Енді сіздің мақсатыңыз отандық өнімді қолдап, жұмыссыздықтың алдын алу дейсіз, е? Қазір сіз басшылық ететін компанияда қанша қызметкер жұмыс істейді? Компанияның мақсаты қандай? Жалпы компанияның атауымен таныстырып отырсаңыз. Қазақ International Holding, е? Компаниямыздың аты Қазақ International Holding деп аталады. Неге International қойдық? Сол көбісінің сұрағы халықаралық жағдайда жұмыс істегіміз келеді. Себебі біз Қазақстанда Менделеев таблицасының барлық элементтері табылады. Бұның барлығы бүгінге дейін тонналап өндіріліп жатыр. Бірақ бұны шикізат күйінде көбінесе сатып, бұны елбасымыздың айтқандай осы жерде өндірістерді құрып, сол өндірістерді тауар күйінде шетелге экспорттау мәселесі қолға алынып жатқандықтан біз қазір соған көңіл бөліп жатырмыз. Соны шикізат күйінде емес, соны тауар күйінде сату үшін не жасау керек? Бірінші өндірістер жасау керек. Өндірістер жасағаннан кейін ол өндірістерді жүргізетін мамандар дайындау керек. Біз қазір өндіріс құрып жатырмыз, құрдық. Бұл күміс саласында, себебі ең бірінші күмісті таңдадық. Барлығы айтады, неге неліктен? Сіздің де сұрағыңыз. Неліктен күміс? Күміс бұл Қазақстанда ең көп өндірілетін металдардың бірі. Бұл дүниежүзілік қордан, егер қорды қарайтын болса, 10-шы орында екен.
рейтинг бойынша. Өндіру жағына 5-ші орында. Бұл мысалы үлкен жетістік. Осыны неге өндірмеске? Біріншіден ол денсаулыққа пайдалы. Қазақта айтады ғой, күміс денсаулыққа, алтын байлыққа дейді. Бұл күмісті біз өндіру себебіміз денсаулыққа өте пайдасы көп. Себебі айтады ғой, қазақта мақал бар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Күміс бұл антибактериал, антисептик. Өзіңізде мысалы егер күміс тағып жүретін болсаңыз, ол күміс өзіне жаман негативтерді сорып алады мысалға. Бауыр ауруы, өт ауруы, жүйке ауруларында барлығында өте пайдалы. Бұл хлор, марганцовка, фурацилин сияқты тауарлардан 3,5 есе күштірек. 95 ауруға дауа дейді. 650 түрлі бактерияның түрін жойып жібереді. Бұл енді өте керемет пайдалы металл. Бұны бастадық. Одан кейін бұны күмістің қасында бұл әрине алтын шығаруға да болады, алтын өнімдер. Алтынға кірістік. Алтында біз тек қана әшекей бұйымдар ғана жасаймыз. Ал күмістен ыдыс аяқтар, сонымен қатар әшекей бұйымдар және мынау ішкі туризмді дамытамыз деп жатыр, мысалға елбасымыз үкіметті. Сол үшін біз ішкі туризмге даму үшін бұның қасында қосарласып жүретін бұл сувенир технологиясы бар, сувенир өндірісі бар. Бұл сол сувенирлерді шығарып өндірсек деген ойымыз бар. Енді Марат мырза, жалпы қазақ күміс бұйымдары бүгінгі таңда трендке айналып жатыр. Жалпы шикізатты қайдан аласыздар, сапасынан сын тағатындар бар ма? Шикізатты біз негізі өзіміздің отандық кәсіпкерлерден аламыз. Бұл біздің шығарған бұйымдарымыз. Көрермендерге көрсетіп қояйық. Мінекей бұйымдары әкеліп сырғасында көрсетуге. Сырғасында. Бұл біз өзіміз әр тауарды біз брендке айналдыруға тырысуымыз керек. Біз қазақ күміс деп атадық, қазақ алтын және қазақ мыс деген жобаларды қойдық, осы брендке айналдырып. Соның барлығында қазақ дегенде қазір елбасымыз мысалы латын әрпіне, мысалы еліміз латын әрпіне өтіп жатыр ғой. Қазақты осылай жасап, соны бірінші әрпі, Q әрпін біз өзімізге логотип ретінде алдық. Демек, оны барлық өнімнен сол барлық өнімде Q әрпін қоямыз, таңбасын қоямыз. Керемет, тамаша. Ал сапасын қалай ажыратуға болады? Мәселен, біз кәдімгі дүкендерден, қымбат дүкендерден не болмаса, жайма базардан да күміс алуға өспіз. Олардың сапасындағы ерекшеліктерді қайсының таза, қайсының сапасының төмен екенін қалай ажыратуға болады? Енді күміс негізі бұл халықта стандарттарда 925 пробасын қойған, 925. Бірақ кейбір жерлерде бұның таза күміс па, таза күміс емес па деп сұрақ қойып жатады. Негізі қолданысқа берілгені, әшекей бұйымдарда 925. Егер ыдыс аяқта болатын болса, оның пробасы өзгереді. Мына 925 пробаны көбінесе арзан дүние сұрағаннан кейін тұтынушылар, кәсіпкерлер не істеді, оны арзан қылып жасап жатады. Бұл енді экономикалық жағдайға да байланысты. Алдағы кезде адамдар сапасына емес, ақшасына қарай көңіл бөлді. Қазір Аллаға шүкір, еліміз күннен күнге күш қуаты артып келе жатыр. Мысалға халықтың жағдайы жақсарды, қалталары тола бастады. Сондықтан адамды сапалы бұйымға ұмтылып жатыр. Қазір сапалы бұйымдар, яғни таза 925 проба алып жатыр. Енді бұны базарды көбінесе қолданып жатады. Арзан дүние, ол бізде қазақта құдалық деген бар ғой. Құдалық, той, мысалға сондай кездерде той бастарға береміз деп арзандатуға тырысып жатыр. Себебі 100 адам, 200 адамға мысалға таза 925 пробамен беру қиын деп ойлаймын. Енді Марат мырза, жалпы сіздің жасаған бұйымдарыңыз бүгінгі таңда қаншалықты насихатталып жатыр? Жалпы Қазақстанда сатылымда бар ма? Жоқ әлде экспорттайсыздар ма? Біз қазір Қазақстанда жобаңызды көрсем. Мынау жерде бұлай көрсете берейін. Мына біздің қазақ күміс денсаулық және байлық деп қойды. Біздің слоганымыз осы болды. Мынау компаниямыздың аты. Біз Қазақстанда жасалған және қолдан жасалған. Одан кейін өз тауарларымызға 100% кепілдік береміз. Егер бізге байланысты ақау болып жатса, біз оны ауыстырып береміз, немесе жөндеп береміз. Мына жерде мен туралы жазған екен. Мына біздің компаниямыздың құжаттары. Мына жерде жазылған неге мысалға күміс пайдалы. Неге күмісті қолданамыз. Бұл күмістер өте
пайдалы болып жатады. Бұның мысалға Бұрындары күміс ыдыстан ас ішкен, дұрыс арнайы айтасыз. бойда бар ақауларды, бойдағы бар аурулардан арылу үшін күміс қасықпен тамақтанған, күміс табақтарды күнделікті қолданған. Енді бүгін оның орнын керемет қымбат ыдыстар алмастырғанмен, бұрынғының жалпы салт дәстүрін, бұрынғының пайдалы қасиеттерін, пайдалы дүниелерді ұмытпауымыз керек қой. Соның бір дәлелі шығар күміс ыдыстан күміс дүниелерді жасау. Күміс біз ыдыс аяқтарда шығарамыз деп айттық, себебі жас баланы алайық, нәрестеге бұрын қазірде қолданып жатыр, күміс қасықпен береді. Күміс қасықпен береді, тамағында, суында, шайында барлығын күміс қасықпен береді. Себебі жас нәрестенің организмі онда үлкен адамдардікіндей емес, сондықтан оларға таза, антибактериал, антисептик. Бұрын ата-бабаларымыз мысалға фурацилин қолданбаған, хлор қолданбаған мысалға үйлерін тазалағанға. Ол кезде мысалға күміспен, ыдыс аяқта мысалға күмістен жасаған су құйған кезде ол да күмісті бактериясын тазалаған, дезинфекция жасаған, мысалы көптеген пайдалары бар. Енді біздің ыдысымыз күміс болмаса да, шайдан алып отырыңыз. Енді сізді көптеген халық бизнес тренер ретінде жақсы таниды. Жалпы Қазақстандағы орта және шағын бизнесті дамытуда тағы нендей жұмыстар атқарылу керек, өзіңіздің бизнес тренер ретіндегі көзқарасыңызды білсек. Рахмет. Негізі біздің холдингтің құрамында Қазақ Академия деген өзіміздің оқу орнымыз бар. Ол оқу орны бұл Атамекен палатасында тіркеуден өткен. Қазіргі жағдайда біз сертификат беретін ұжымға айналдық. Бұл Қазақстанда біз негізі дүние жүзінде алатын болсақ, 4 түрлі дамып келе жатқан бизнес бар. Бұл дәстүрлі бизнес дейді, бұл аталарымыздан келе жатқан дәстүрлі бизнес. Мысалға классикалық бизнес деп жатады, болмаса линейный бизнес деп жатады. Одан кейінгі жоба бұл интернет бизнес. Қазір интернет бизнес қатты дамып келе жатыр. Осы салада мысалға дамыту керек. Одан кейін мынау инвестиция жағында тоже жаңа терминдер пайда болды, краудфандинг деген, яғни народный финансирование, халықтық финанстау мысалға, болмаса коллективті финанстау деген сияқты. Одан кейін мынау қазір өте қатты дамып келе жатқан мынау желілі бизнес бар мысалға. Сол бизнестердің барлығы осы жерде біз қаласақ та, қаламасақ та дамып жатыр. Бұны жасаған кезде сауатты түрде жасаған дұрыс болады. Халықтың көбісі мынау бизнес жасаймын деп алданып қалып жатады. Немесе ол бизнесті мысалға бастап қойып, одан кейін ары қарай қалай жүргіземін деген сияқты көптеген сауалдар болып жатады. Сол үшін біз Қазақ Академияда осы 4 саланы да қамтып отырып, соның несін үйрету. Адан бұға дейін барлығын толық үйрету, оның мағлұматтар беру, мысалға дүниежүзілік тарих бар ғой, мысалға даму процестерінде солардың дәлелетінде көрсете отырып, соларға бағыт беру. Мысалға жас адам келіп бизнес бастаймын деуі мүмкін, немесе үлкен кісі бизнес бастаймын деуі мүмкін, бірақ неден бастағысы келеді. Біріншіден бұл идея керек. Любой бизнес, барлық бизнесті өзінің жеке идеясы болу керек. Өзінің идеясы болу керек. Сол идеяны арғай дамыту үшін көбісі жұмыс жүрмей тұрып тоқтап қалып жатады. Дәл сол жерде кідіріс болатыны бар. Осы жерлерде мысалы қандай көмектер керек, қалай жасау керек, мысалға даму бағдарламалары бар, мысалға болмаса өкіметтік бағдарламалары бар, мысалға немесе банктардың жеңілдетілген несиелері бар, болмаса басқа да салаларда біз үгіт насихат жасап көрсетіп отырамыз. Жеңіл жолдарын қалай істеуге болатын. Енді Марат мырза, жалпы сіздердің компанияларыңыздың әлі де жетілдіретін тұстар бар ма? Әрине, мысалы компания біз жетілдік деп айта алмаймыз. Біз енді ғана бастап келе жатырмыз. Бағана айттым, жасағанымыздан жасайтынымыз көп деп. Біз енді елімізге, халқымызға осы бизнесті үлкен брендке айналдырып, бұл тек қана халқымызға қызмет беріп, тауарларымызды ұсыну ғана емес Қазақстанда. Біз дүние жүзіне шығарып, қазақтың атын шығару, яғни қазақ деген брендті халыққа таныту, еліміздің жалауын желбірету деген сияқты патриоттық бір өзіміздің ұстанымдарымыз бар, соны қойған мақсаттарымыз бар, соған жетсек деп жұмыс істеп жатырмыз.
сатылымда бар ма? Бұл өнімдерді қайдан алсақ болады? Қазір интернет біздің компаниямыздың сайты бар, сол жерге кіріп, сол жерден тапсырса беруге болады. Арнайы дүкендерге әлі шыққан жоқ. Арнайы дүкендерге шығып үлгере алмаймыз, себебі тек қана тапсырыспен жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі жағдайда мынау біз көбінесе қазақтың ұлттық мысалы оюларын, нақыштарын бәрін қолданып жатырмыз. Соның есебінен болар. Мысалы қазір Қытай, Моңғолия, Түркия сияқты шетелдегі мысалы қазақ бауырларымыз осыны көп сұраныста болып жатыр. Сол жақтарға экспортқа шығарсақ па деген ойымыз бар, ниетіміз бар. Қазіргі жағдайда Қазақстан шеңберінде жұмыс істеп отырмыз. Түсінікті. Енді сіз жалпы бизнес тренер ретінде де біршама пікіріңізді білдірдіңіз. Өзіңіздің жобаңызды түсіндіріп жатырсыз. Енді бүгінгі таңда біздің елімізде IT саласын дамытуға барынша басымдық беріліп жатыр. Дәл сол саланы жетік меңгерген мамансыз, IT технологиясын пайдалана отырып, оны меңгере отырып, оны бойға сіңіре отырып, біздің елімізде кенже қалған қай бағыттың көшін ілгерілетуге болады? Дұрыс айтасыз, бұл қазір IT технология қазіргі жағдайда бұл трендке айналды. Яғни өте көп сұраныс болып жатыр. Халық та соған бет бұрып жатыр. Бірақ енді бұған кейбір адамдар сауатты түрде кіріп жатыр. Біреулер ақпаратты толық білмей, ора кіріп кетіп жатыр да. Бұл енді бір жағынан дұрыс деп те айтуға болады, дұрыс емес деп те айтуға болады. Егер оған жоқ, бәрін біліп алып, одан кейін кір дейтін болса, ол қай уақытта кіреді. Біз барлығы IT саласына бет бұрып жатқан жағдайда біз сауаттылықты арттыруымыз керек. Арнайы курстарды дамытуымыз керек. Мүмкін өкімет жағынан арнайы несиелер, мүмкін басқа да көмектер, сауат ашу мектептер ашылу керек па, сол саланы дамыту керек деп ойлаймын. Себебі ең қатты дамып келе жатқан компаниялардың бәрін қарайтын болсақ, дүние жүзінде ең алғашқы 5 компания бұның барлығы IT компаниялары. Бұны біле тұра, көре тұра, неге біз мысалға Қазақстанда осыны дамытпасқа. Біз енді бұл салада да құрғыл емеспіз, бұл салада біз 3 жоба дайындап отырмыз. Біріншісі бұл Қазақ портал дейді. Қазақ портал бұл дүние жүзіндегі бүкіл қазақтардың басын қосатында бір үлкен бір әлеуметтік желі. Бұл латын әліппесімен болады. Қазақша, бірінші қазақшаға көңіл бөліп жатырмыз. Бұл интернет портал бүкіл дүние жүзіндегі бизнесмендердің мысалға өз тауарларын және қызметтерін ұсына алатындай болады. Сонымен қатар бұл кәсіпкер мен тұтынушы арасындағы үлкен бір алтын көпірге айналады деп ниет қылып отырмыз. Бұл енді одан кейін бір интернет базар, сол кәсіпкерлердің барлығын өздерінің тауарларын сата алатындай мүмкіндіктер жасап отырмыз. Бұл интернет базар аты Қазақ базар деп қойдық. Қазақ базар дедік. Барлығын бізде қазақ. Өзіміз қазақ болған екен, затымызды, жобаларымызда қазақ болып жатыр. Одан кейін қазақ арна деген бағдарлама жасап жатырмыз, өзіміздің телеканал. Бұл YouTube каналы мен телеканалдың екеуін қосылған түрі. Бұл интернетте телефондардан, немесе планшеттерден, ноутбуктардан любой уақытта қалаған жеріңізде сіз өзіңіз көре аласыз. Енді бәсекелестікті қалай жеңесіздер? Бәсекелестікті жеңілетін тұстары бар. Бұл екі жағы бірдей жүреді. Себебі біреумен бәсекелесіп біреуді жеңіп жатсаң, екінші біреуден жеңіліп жатасың. Бәсекелестік бұл бітпейтін дүние. Себебі сен өсемін дейсің, сен сияқты мысалға жүздеген мыңдаған компаниялар бар, немесе тұлғалар бар, олардың барлығы өсемін дейді. Бәсекелестік болу керек. Сол кезде ғана біздің компанияларымыз да өседі, адамдардың санасы да, білімі де өседі, елімізде, халқымызда өседі деп ойлаймын. Бәсекеден қорыққан адам бизнес бастай алмайды. Дұрыс айтасыз. Жалпы бізге берілген уақытта шектеулі, қаншама өзіңіздің жобаларыңызбен, идеяларыңызбен бөлісіп жатсыз. Осы орайда бізді тамашалап отырған қаншама көрерменге бизнес тренер ретінде аз-кем кеңесіңіз айтсаңыз, сондай-ақ таңғы өзіңіздің тілегіңізді білдірсеңіз. Рахмет. Жалпы барлық қазақ бауырларымызға айтатыным, бизнес жасауға тырысыңыздар. Бизнес жасау керек. Бизнесті егер дамытатын болсақ, әрбір жанұя, әрбір отбасы бұл бизнестен жемісін жейді. Сонымен қатар ондаған, жүздеген, мүмкін мыңдаған адамға жұмыс беріледі. Елімізде жұмыссыздық
жойылады. Егер жұмыссыз жойылатын болса, барлығы қарны тоқ, көңілі көтеріңкі болады, уайымы жоқ, болады, барлығы дұрыс болады деп ойлаймын. Жалпы көрермендердің барлығына тілейтінім, дендерің сау болсын, аман есен болыңыздар, тек қана алға, Қазақстанымыз жасай берсін. Бәрекелді. Марат мырза, сіздердің жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Қымбатты барша көрермен, біз бағдарламамызда әрмен қарай